Баршаңызға сәлем, сіздермен пайдалы кеңестер арнасы. Үй жағдайында жөтелді бір-ақ күнде қалай кетіруге болады? Ең алдымен арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Күз мезгілінде тұмау, бронхит, ринит секілді аллергия салдарынан көптеген адамда жөтел пайда болуы мүмкін. Өкініштісі, жиі сырқаттанатын жандарда жөтел көпке дейін кетпей, адамдардың мазасын алуы мүмкін. Осы орайда сіздерге бірнеше пайдалы кеңестерді ұсынамыз. Негізінде жөтелдің екі түрі болады. Құрғақ әдетте аурудың алғашқы күні байқалады. Мұндай жөтелде қақырық сыртқа шықпайды. Салдарынан тамақ жыбырлап, адамдар жиі жөтелуі мүмкін. Ал екіншісі ылғалды, яғни қақырық шығатын жөтел түрі. Ұзақтығы бойынша жөтел өткір жөтел 2-3 апта және ұзақ мерзімді 3 аптадан бастап 3 айға дейін жалғасады. Сондай-ақ созылмалы 3 айдан астам уақыт болып 3-ке бөлінеді. Құрғақ жөтелді қалай емдеуге болады? Құрғақ жөтелді емдеу барысында науқастың жасы мен оның денсаулық жағдайы ескеріледі. Сол үшін алдымен құрғақ жөтелді жұмсартуға тырысу қажет. Жалпы үй жағдайында жөтелден бір-ақ күнде қалай арылуға болады? Ол үшін келесідей кеңестерді ұсынамыз. Бірінші, 3 сағат сайын мұрынды теңіз суымен шаю қажет. Екінші, тамақты 2 сағат сайын тұз немесе ас содасы немесе фурацилинмен шаю қажет. Үшінші, кез келген антисептикті капиттерді қолдану қажет. Төртінші, ағзаның қорғану функциясын жақсарту үшін табиғи дәрі-дәрмектерді қабылдау қажет, яғни зімбір, лимон секілді. Бесінші, мүмкіндігінше жылы суды көп ішіп, бөлме ауасын жиі тазартып, үй ішін ылғалдандыру қажет. Қақырығы бар жөтелді қалай емдейміз? Ол үшін қақырық шығаратын дәрілерді ішу қажет. Мұндайда құрғақ жөтелге арналған дәрілерді қабылдамаған жөн. Себебі адамдардың жөтелу рефлексін керісінше тежеп, қақырықтың сыртқа шығуына кедергі келтіреді. Банка, горчичник қойған пайдалы немесе солодка, жол желкен, миядан жасалған дәрілерді ішкен дұрыс болып келеді. Балалардың жөтелін қалай тез емдеп алуға болады? Балалар жөтелген кезде ең алдымен бөлме ауасын ылғалдандыру қажет. Сосын жылы су, компот беріп, суық ингаляция жасаған абзал. Мәселен, ингаляцияны 2 сағат сайын минералды су немесе тұзды ерітіндімен жасап тұрса болады. Ал арқа мен тамаққа тек ыстық көтерілмеген жағдайда ғана арнайы маздарды жағуға болады. Сондай-ақ, сәбилердің жөтелін емдеудің тиімді тәсілдері. Яғни, сәбиге жөтел тиіп қалғанда, оны ең алдымен дәрігерге көрсету қажет. Дәріден бөлек нәрестелер жөтелген уақытта келесідей шараларды қолдану ұсынылады. Бірінші, небулайзерге тұз ерітіндісін құйып, ингаляция жасау қажет. Екінші, дренажды массаж. Сәбидің басын төмен қарап тұратындай етіп жатқызу керек, сосын белден кеудеге қарай массаж жасап, кейін жылы киіндіру қажет. Үшінші, дәрілік ем шаралар. Ол үшін ең алдымен педиатр кеңесін алу қажет. Сондай-ақ, жүкті келіншектерге жөтелді қалай емдеу қажет? Жүкті келіншектер жөтелген уақытта кез келген дәріні қабылдамастан бұрын өзінің дәрігерімен кеңесу қажет. Негізінен мамандар екіқабат әйелдерге келесідей кеңестер береді. Бірінші, жылы компот, шай ішу, таңқурай ашуын ішуге тыйым салынады. Себебі олар жатыр тонусына әкеп соқтыруы мүмкін. Екінші, бөлмені желдетіп, ауаны ылғалдандыру. Сондай-ақ, температура болмаған жағдайда серуенге, таза ауаға шығуы қажет. Мұрын мен тамақты шайып, инфекцияның таралуын алдын алу қажет. Жөтелді емдеудің халықтық әдістері. Ұзаққа созылған жөтелді халықтық ем шаралары арқылы емдеу алуға да болады. Солардың бірі алоэ емдік шөбімен емделу. Бұл өсімдіктің бойында 75-тен астам қоректік заттар мен микроэлементтер бар. Ол өз кезегінде қабынудың алдын алады. Ол үшін алоэның балғын жапырақшаларын алып, сыртқы қабығын тазарту қажет. Кейін оны 2-3 тәулікке дейін тоңазытқышқа салуға болады.
алоэны балмен бірге ішуге де болады. Ол үшін алоэ жапырақтарын еттартқыштан өткізіп, оған тура осындай көлемде бал қосылады. Сосын қоспаны жылы суда жылытады. Тұнбаны тамақ ішкеннен кейін әрбір 10-15 минут сайын ішкен жөн. Тұнбаны сумен бірге ішуге кеңес берілмейді. Сонымен қатар пажитник өсімдігінде жөтел кезінде пайдалануға болады. Ол үшін аталған өсімдіктің дәндерін бір стакан суға салып, орташа отта, яғни 5-10 минут қайнату қажет. Тұнбаны тәулігіне 3-4 реттен жарты стаканы ішуге кеңес беріледі. Тұнбаға сондай-ақ бал қосып та ішуге болады. Бұл әдіс туралы Карамотов пен Хахарова өздерінің ғылыми мақалаларында айтқан болатын. Жөтелден құлан таза айығу үшін 70%-дан астам жағдайда тыныс алу жолдан ылғалдандыру қажет. Ол үшін көп су ішіп, бөлме ауасын жиі тазартып, ылғалдандырып отыру қажет. Ал ылғалды жөтелде қақырық шығаратын дәрілерді көптеп ішу қажет. Сондай-ақ жөтелді кетірудің тағы бір әдісі сүт пен сарымсақ. Жылы сүт тамақты жұмсартады, қақырықтың оңай шығуына ықпал етеді, әрі жөтелді емдейді. Ал сарымсақ тамақ жолындағы инфекцияны жойып, микробтың жайылуына тосқауыл болады. Ол үшін сүтті жылытасыз, яғни оған 0,5 шай қасық май, 1 тіс езілген сарымсақ, 1 ас қасық бал мен сілтілі су араластырып ішесіз. Ал балаларға дәмді әрі ем болатын коктейль дайындап берсеңіз де болады. Ол үшін 1 стакан сүтті жылытасыз, оған бал, банан, какао қосып блендерден араластырыңыз. Бұл сусындар жөтелді тез емдейді әрі суықтап ауруға жол берілмейді. Сондай-ақ сүт пен шоколад. Сұйық әрі жылы шоколад тамақ ауруын емдеумен қоса көңіл күйді көтереді. Какао суыққа қарсы күресетін керемет дәрі екенін біліп жүріңіз. Оған қоса жүйкені тынықтырып, жөтелді де емдеуге қабілетті. Емдік сусынды дайындауға қара шоколад, сары май мен шекер керек. Алдымен шоколадты үккіштен өткізесіз, ұнтаққа май мен шекер араластырып ыдысқа салыңыз. Үстіне қайнатылған сүт құйып, бірнеше минут араластырыңыз. Емдік сусын салқындаған кезде ішуге болады. Бұл емнің үлкендерге де, кішкентайларға да керемет көмегі тиеді. Сондай-ақ жөтелді басудың тағы бір жолы компресс, яғни ылғалды жөтелдің бірден-бір емі компресс. Көкірекке жасалған компресс өкпе, тамақ, ауыз қуысын толық тазалап, жөтелден тез айықтырады. Жылы компресс қақырықты жұмсартып, қабынуды емдейді, әрі көкіректегі сырылды басады. Сондай-ақ компресстің тағы бір түрі спирттен. Тереге май жағып, үстіне жылы спиртке малған сүлгі қоясыз. Сүлгі тез суып қалмас үшін қажет. Сыртынан пленка немесе қалың етіп қағаз жауып қойылған жөн. Оның сыртынан жылы орап қою қажет. Картоптан компресс. Қайнатылған картопқа май қосып езіңіз. Жылы езбені көкіректің айналасына жағып, сыртынан пленка жабыстырасыз. Үстіне көрпе орап, 10-15 минут жату қажет. Балмен компресс. Балды ерітіп аласыз, оған май араластырып, көкірегіңізге сіңдіріп жағасыз. Тіпті табаныңызға, мойныңызға жақсаңыз да болады. Сосын жылы оранып, 3-4 сағат жату қажет. Емді түнді ұйқыға жатар алдында жүргізген жөн. Таңертең жылы сумен шайынып аласыз. Бұл 3 түрлі компресс мазаңызды алған жөтелді бір-ақ күнде емдей алады. Сондай-ақ жөтелді басудың тағы бір жолы шомыр мен бал. Шомырды үккіштен өткізіп, сөлін аласыз. Оған бал араластырып ішсеңіз, жөтелдің кез келген түрін емдейді. Оған қоса қақырықты түсіреді, антисептикалық қызмет атқарады, суыққа қарсы күреседі, иммунитетті көтереді және микробты жояды. Шомыр адам ағзасына қажетті барлық дәрумендер мен минералды заттардың қайнар көзі болып табылады. Емді қоспаны әзірлеу үшін қара шомырдың басын кесіп алып, жұмсағын ойып аласыз. Сонда көптеген сөлі шығады. Енді шомырдың түбіне 2 ас қасық бал саласыз. Жұмсағын басқа ыдысқа салу қажет. Оғанда бал араластырып банкеге салыңыз. Ыдысты 12 сағатқа күн тимейтін жерге қою қажет.
дайын болған емдік сусынды әр 2 сағат сайын бір ас қасықтан ішкен дұрыс. Үлкендерге бір ас қасық, ал кішкентайларға бір шай қасық жеткілікті болады. Менің бүгін берген ақпаратым сіздің пайдаңызға жарады деген үміттемін. Ауырмаңыз, сау болыңыз. Рахмет.